Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгінгі тақырыбымыз келін қожайын ба, әлде қонақ па деген тақырып. Мама, осы жерде ол келін қожайын ба, қонақ па деген не сөз? Ол қалай қонақ болады сонда? Бұл екі сөздің мағынасы екі түрлі айналайын. Келінжан. Бірінші табалдырықта аттап келгенде бісміллә деп кіріп, шын ықыласыменен кірет, бірден сіңісіп кетіп, бұрын соңды көрмеген адамдарменен керемет етене жақындасып кетіп, бірден бола қоймайды. Қонақ деп соны айтады. Бір жақсы адам түске дейін дейді жақсылық. Тез жақсы, кеулі, дұрыс, шын ниетімен келген адам шамалы күнінде сол үйдің қожайыны болып шыға келеді. Ол өзінің мінезіне, кеуіліне байланысты. Оны ене, сенікі дұрыс емес, мынау өзім қожайын болам, ананы әнжеге қой, мынаны межеге қой деп сөйлеп атса, ол ененікі, ол дұрыс емес. Білмеген жерін үйрету керек, көрмеген жерін көрсету керек. Абзалы келген, келін болып түскеннен кейін сол қызды өзінің қызынан артық көру керек. Қызы да біреудің жарты жыртық баласы, сол үйдің тілегін тілейді. Ал мынау келген келін осы келген үйдің тілегін тілейді. Сондықтан да бақытты бол. Сондықтан да мен өзім ойлаймын, қонақ ол бір күн қонақ, екі күн қонақ, ол қонақ болмайды. Келін нағыз сол үйдің қожайыны болады. Ол қожайындықты беру үшін ене жұмсақ болу керек, мейірімді болу керек. Ама мен қожайын ба деймін. Қожайынсың сен. Сен дана келінсің. Ой жарығым. Мама, жалпы көбіне көп, мысалға біздер кенжетаймыз ғой, Сімке екеуміз. Осы қара шаңырақтың есіміз. Біздер жаңа барған жерлерімізде келіндер үнемі, қазірде де мен шетте отырмын, төрге шықпайды, шетте отырады дейді. Ал енді көп жағдайда мен соңғы кезде көп оқып жүрмін. Жақсы көргенді, осы өсіп өнген жақсы апалар әңгіме айтып отырады. Жалпы негізінен келінді біз осы бастан жаңағы құрметтеп, негізінен келін үнемі есіктің алдында отырмайды, оларды төрге шығару керекпіз дейді. Осы біз Сімке екеуміз қай жерге, қай үйге бармасақ та, мен жақтан да мен кенжемін, Сімке кенже күйеу бала, төменде отырамыз. Өз жұртымызға барсақ та төменде отырамыз, қайын жұртымызға барсақ та төрге отырамыз. Бірақ біз бас құда болып Сімке барғанда, маған ұнағаны, құдағай біздерді төрге шығарды. Сол кезде, неге олар төрге шығады деп осы айтқан кезде, бұл екі бала шаңырақтың иесі. Сіз менің папаның атын айтып, осы құдам, сізді айтып, мен құдағайым деп, дың орны деп санаңыздар. Бұлар осы орынды әбден лайықты. Және де менің үйіме бас құда болып келді. Сол кезде аяғы жеңіл болды, барлығы жақсы, дін аманбыз. Мен сол себептен құрметтеп жоғарыға шығарып жатырмын дегенде, маған мықты мама не болды жаңағыдай, сондай мотивация. Мотивациядан бұрын енді күйеуім жай, жалғыз өзім үшін емес, менің қасымдағы Сімкем үшін де маған көңілді болды. Себебі біз үнемі төменде отырамыз екен. Ол неге? Неге келінді төмен шығару керек? Ол қайын жұртында да төмен отырады, барған жұртында да төмен отырады. Біздер жаңағы қайнапамыздың үйіне барсақ та, ояқта біз құда баламыз ғой, ол жақта да төменде отырамыз. Сонда ол деген келін қайшан төрге шығады, сонда өмірі төменде отыра ма мама? Сол сұрақты да осы жерде көтеріп жіберу керек. Ол біздің келіннің төменде отыруы ата салт баяғыдан қалған дәстүр ғой. Мына соңғы нелер оқымыстылар зерттеп жаңағы төрде отырсын деп атқаны сол. Абзалы
Енді сіз қалай ойлайсыз, сіздің ойыңыз қалай, соған келісесіз бе келіспейсіз бе? енді келін ес келін. Сондықтан да ол қайнағасынан бұрын отырғаны дұрыс емес. Ал жаңағыдай өз үйінде, өзінің үйінде барғанда, ағаларының үйіне барғанда, апаларының үйіне барғанда, ал егер жаңағы анандай кәдімгі кәдірлі қонақ болып, кәдімгі құда болып барса, нағыз төрдің қақ төрде сол кенже келін мен кенже бала отырады. Себебі ол әке шешесінің қара шаңырағында оған жүк міндет артып, сен осы баланы біздің үйге келін қылып түсіресің, соған сен құдағай боласың дегесін, уже құдағай дегесін, олар төрде отыру керек. Олар сенің келіне де төмен отыр деп ешкім айта алмайды қонаққа барған жерде. Ал енді өзінің ортасында енді Мараттың, Асқардың, Болаттың үйіне барғанда сен төрге отыра алмайсың. Себебі сен сол үйдің кенжетай келінсің. Сен қара шаңырақты ұстасаң да, сен кенже келінсің. Жоқ, мама, осы жерде көбісі айтады, осындай кенже келін мен кенже баланы ұстап отырғандар айтады, біздер өзіміздің ортамызда, сендер біздің әке шешемізді бағып, қадірлеп жүрген қара шаңырақтың иесісіңдер, сендер лайықтысыңдар, сендер күнде соларға құрмет көрсетесіңдер. Біз болсақ келіп кеткеніміз қонақпыз, біздің үйімізге келгенде енді сендер құрмет көріңдер деп біздерді үнемі жоғарыға шығарады деп айтады осындай қара шаңырақтың иелері. Мен өзім үндемей отырамын, иә, бізде ондай емес. Мысалға. Дұрыс. Енді современный солай болып жатқан шығар, соны естіп, біз де сендерді жоғарыға шығарамыз енді. Оған ренжімей қойыңдар. Ал енді осы жерде әр үйдің салты бар, ережесі бар, оны жоғарғы тақырыптарда біздер айтып кетіп жүрміз. Мама, біз егер түйіндейтін болсақ, бүгінгі жаңағы айтып отырған келін қонақ па, қожайын ба деп. Иә, әрине, өзіңнің жан жолдасың тұрғанда, сен қожайын бола алмаймын екен деп мені айтқым келеді. Жалпы, бірақ сіңісіп кету, жаңағы қонақ болмау. Енді мен өзім ерке өскен, сондай балам ашық, ішімдегім бүкпеймін, ренжіп отырсам да айтам, я түрімде көрініп тұрады. Ұнамай қалса, мен сол бойда ұнамағанын көрсетіп отырамын. Сол сияқты меніңше жаңағы бүгіп, не болады екен деп жүрмей, ашық айтып отыру керек. Әрине. Ашық дос айтқан жақсы ол. Көбіне көп енді мамадан көрі, енді мен қазір ашық әңгіме, мамадан көріп, мені осы үйдің папасы қолдады. Үнемі мен мамадан көрі атаммен шай ішкенді жақсы көретін едім. Ол кісі сағат бір түскі шай ішілу керек. Ертеңгісін сағат 9-10 ба шай ішілу керек. А мама ол уақыттарда демалады, ұйықтап атады. Солай ғой. Бүгін міне жаңа әбекке келсем, мама жаңа тұрып жатыр екен. Әбекпен бірге таңғы асын ішіп жатыр. Мама да ерке біздің үйде. Енді тақырыпты жаңағы үйдегі береке сонымен қожайын келін немесе қонақ келін. Сіз қалай ойлайсыз? Сіздің ойыңызды білгіміз келеді. Жалпы біздің тақырып осындай жаңағы каналымыз ұнаса, тіркеліп қойыңыз, лүпіл басып қойыңыз, сау болыңыз.